Ұл-қызы гауһар, жұлдызы жауһар, қымызы суат, белі қуат, берекелі бар қазағының баласы. Біз атамыз алаш болған, керегеміз ағаш болған, тіліміз бал, қағидамыз ар болған, ерлеріміз нар болған, иманымыз бар болған. Сары даланың төсінде қазарда жеп, қымыз ішкен қазақ деген ұлы халықтың ұрпағымыз. Сондықтан да мінекей бүгінгі сіздерге көрсететін таныстырылымыз алаш идеясы, ұлттық идея Темірғазыға. Орындаушылар бүгін мінекей қазақ тілі мен әдебиеті және де Қазақстан тарихы пәні мұғалімдері алдарыңызда. Яғни кіріктірген таныстырылым. Келесі. Мақсаты, бұл бүгінгі біздің жұмысымыздың мақсаты алаш идеясы, ұлттық сананы қалыптастырудағы маңызын, қазақ тілі мен әдебиеті, тарих пәндерін жоба бойынша интеграциялау арқылы оқушыларға қалай тиімді жеткізуге болатынын қарастыру. Келесі. Бүгін мінекей алаш идеясының әрине бірнеше міндеттері бар, соған тоқталып өтейік. Бірінші, ұлттық бірлік, яғни қазақ халқының бірлігі, ұлттық санасын ояту және оның тұтастығын қамтамасыз ету. Екінші, тәуелсіздік, яғни тәңірден келген тәтісі, қазақ халқының өз тағдырын өзі шешу құқығын мойындау, ұлттық мүдделерді қорғау. Үшінші, заманауи білім. Қазақ жастарын заманауи біліммен қаруландыру, ұлттық интеллигенцияны дамыту. 300-дің басын қосқан Абылай хан бабамыздың мынадай сөзі бар. Білікке сенген заманда ешкімге сен бермедік, білімге сенер заманда қапы қалып жүрмелік дейді. Төртіншіден, экономикалық даму. Қазақстанның экономикалық дамуына ықпал ету, қазақ халқының өмір деңгейін көтеру. Алаш идеясының өзектілігі. Жалпы алаш идеясы ол 20 ғасырдың басындағы қазақтың біртұтастығын, жалпы халықтық идеяға айналғандығы барлығымызға анық. Алаш идеясы сол кездегі біздің бостандыққа ұмтылатын, еркіндікті аңсайтын тура жол болып саналған. Әрине, Әлихан Бөкейхан секілді біртуар қазақтың азаматтары осы алаш идеясының негізгі тұғырларын айтып кеткен болады. Мәселен, алаш идеясы ұлттық өзіндік сананың тәуелсіздік пен еркіндік жолындағы ұлттық бірліктің негізгі тірегі болды. Алдыңғысы. Бұл идея қазақ халқының ұлттық мүддесін, тіл мен мәдениетін сақтауда, озық білім алуды және әлеуметтік дамуды мақсат етті. Мәселен, алаш қайраткерлеріміз сол кезеңдегі батыс өркениетінің тек жақсы идеяларын, озық білімдерін, мәдениетін және де сонымен қатар батыс ілімінің озық ғылым мен білімін қазаққа, қазақ мәдениетіне, қазақ халқының дамуына, білімнің өркендеуіне таратқан болатын. Алаш азаттық күресі кезінде қазақ тілінің, әдебиетінің және тарихының маңызы ерекше болды. Ұлттық сананы оятуда қазақ тілінде шығарылатын газет, журналдар, мерзімді басылымдар, кітаптар, саяси шығармалар мен шығармалардың маңызды рөлі болды. Алаш ағартушылары ұлттық тарихты зерттеп, оның маңыздылығын көрсете білді. Келесі. Алаш идеясының пайда болу тарихы әрине мінекей бірінші революциялық заманнан басталады. Яғни 20 ғасырдың басындағы революциялық өзгерістер мен ұлт азаттық қозғалыстар қазақ халқының санасын оятып, алаш идеясының пайда болуына ықпал етті. Алаш партиясының құрылуы 1917 жылы Алаш партиясы құрылып, оның негізгі мақсаты қазақ халқының мүддесін қорғау және тәуелсіздікке жету болды. Қазақта атым қазақ, керегем ағаш, ұраным алаш, ұлы халықтың ұрпағым деген сөз бар. Ежелден қазақ халқының Алаша хан деген аңызға бергісіз арқатасы болған. Шежіре бойынша Алаша ханнан барлық қазақ рулары тарайды.
қазақ халқының ұлттық демократиялық идеясының көсемі Әлихан Бөкейхан айналасындағы арыстармен бірлесіп, темірқазық алаш идеясын ойлап тапқан. Ұлттың болашағын ойлап, қазаққа еркіндік алып беру жолында алаш қозғалысында жүргізгені меселеден белгілі. Жалпы алаш атауының түп төркіні содан шыққан. Оқушылардың ұлттық санасын қалыптастыруда алаш идеясының маңызы өте жоғары. Алаш идеясын қазіргі замандағы өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа сіңіру, сана сезімдеріне енгізу, бұл қазіргі таңдағы біздің мақсатымыз болып саналады. Бірінші тіл арқылы ұлттық сананы дамыту. Қазақ тілі әлемдегі ең бай тіл болып саналады. Біз тілімізді құрметтеп, ана тілімізден, ана сүтінен енген тілімізді жоғарыға мәртебеге көтеруіміз қажет. Қазақ тілінде оқыту, ұлттық әдебиет шығармаларын таныстыру, тілдік мәдениетті дамыту арқылы оқушылардың ұлттық сана сезімін қалыптасу маңызды. Екінші, тарих пәнін жоба негізінде оқыту. Алаш азаттық күресі, ұлттық қозғалыстар туралы жобалар мен презентациялар жасау арқылы оқушылар өткен тарихты тереңірек түсініп, ұлттық мақтаныш сезімін қалыптастырады. Үшінші, алаш идеясын жаңа буынға жеткізу. Оқушыларға алаш идеясының маңызын, ұлттық білім беру, саяси әлеуметтік өмірдегі рөлін түсіндіру маңызды болып саналады. Енді біз мынау енді пәнді интеграциялау дейді, яғни интеграциялау, яғни кіріктіру деген мағына білдіреді ғой. Яғни қазақ тілі мен әдебиеті және тарих пәндерін біз қалай кіріктіреміз? Яғни бірінші жобалық жұмыстар қазақ тілі, әдебиеті және тарих пәндерін біріктіретін жобалар жасау арқылы оқушылар ұлттық мәдениетті тереңірек түсінеді. Екінші, пәнаралық байланыс. Сабақ барысында басқа пәндермен байланыстыру арқылы оқушыларда кешенді білім қалыптастыруға болады. Мысалы, алаш идеясын тарих сабағында зерттей отырып, оны қазақ әдебиеті сабағында түсіндіруге болады. Үшінші, оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту. Яғни сурет салу, музыка, театр сияқты өнер түрлерін қолдана отырып, оқушылардың алаш идеясын терең түсініп, шығармашылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік беріп жатырмыз. Келесі. Алаш идеясын өсіп келе жатқан ұрпағымызға сіңіру мақсатында біз осы бағытта бірнеше жұмыстар жасадық. Мәселен, бұл жұмысты жүзеге асырудың мынандай жолдары болды. Біріншіден, біз мектебімізде алаш идеясының рухы сіңген дәптердің сыртын безендірдік. Яғни бұл болашақта біздің әлі жобамыз болып саналады. Болашақта мектебіміздің барлық оқушыларына дәптер сыртына осындай тысты безендіретін мақсатымыз бар. Осында тағы айтып өтетін жайт, мына жерде алаш кеудешесі, мына менің үстімдегі, мына жақта да арнайы осы қазақ ұлттық бренді. Осыны біз қазір әр мынау елбасымыздың бастамасымен 18 наурыз ұлттық киім күні деп бекітілген болатын. Әрине біздің білім бөлім басшысы одан алдын осы Наурызбай ауданында енгізген. Біз әр бейсенбі күні осы аталмыш нөмір 187 жалпы білім беретін мектебімізде осы ұлттық киімімізді киіп жүреміз. Яғни бұның өзі бір тәрбие, ұлттық идеология. Келесі. Оқушыларға алаш идеясын, яғни әрине біз жеңіл жеткізуіміз қажет. Яғни қызықты оқиғалар арқылы, яғни оқушылардың қолынан келетін әңгімелері, ойындары, рөлдік ойнау арқылы алаш идеясын түсіндіру оңай. Сондай-ақ жаңағы қазір енді жасанды интеллект деген дүние дамыған ғой. Сондықтан да біз таныстырымызға жалпы сол жасанды интеллектпен жасалған Әлихан Бөкейханның суреттерін енгізгенбіз, оның арасында көрсетеміз жаңағы. Одан кейін балалар әдебиеті алаш идеясын түсіндіру үшін балалар әдебиетіндегі қазақ ұлттық қаһармандар туралы шығармаларды қолдануға болады. Одан кейін ұлттық символдар, қазақ ұлттық символдарын қолдану арқылы оқушылардың ұлттық санасын қалыптастыруға болады. Мысалы, елтаңба, ту, әнұран туралы әңгіме жүргізу. Келесі. Алаш идеясының жаңа буынға әсері. Алаш идеясы жаңа буынға ұлттық мақтаныш сезімін қалыптастыруға себепші болады.
жаңа буын қазақ ұлтының тарихын, мәдениетін және тілін тереңірек түсінеді. Олар ұлттық білім берудегі маңыздылығын түсініп, қазақ тілі мен мәдениетін дамытуға ынталы болады. Алаш идеясы жаңа буынның ұлттық білім берудегі рөлін арттырып, олардың ұлттық сана сезімін күшейтеді. Мұнда да мінекей біз арнайы осы жасанды интеллектті қолдадық. Мына суретін арнайы мінекей бізге дайындаған болатын. Келесі. Алаш идеясы және қазіргі заманмен байланысы қалай? Біріншіден, алаш идеясы қазақ халқының әлеуметтік және экономикалық дамуына бағытталған қазіргі заманға ұлттық идеялардың негізгі құжат десек болады. Қазіргі заманда алаш идеясын жаңа түсініктермен байланыстырып, оның қазіргі әлемдегі маңызын көрсетуіміз қажет. Жаһандану кезеңінде алаш идеясы қазақ ұлтының сақталуына, дамуына және еркіндігін сақтауына көмектеседі. Яғни біздің ұлттық құндылықтарымызды, яғни мынадай сөз бар ғой, білім, тәрбие ұлттық, білім әлемдік болу керек дейді. Яғни қазіргі алпауыт мемлекеттерге жаһандану кезеңінде жұтылып кетпес үшін біз әрине осы алаш идеясын ұстауымыз қажет. Келесі. Осы біздің жобамызда күтілетін нәтиже. Қазақ тілі мен әдебиеті және тарих пән мұғалімдері ретінде сабақ барысында ардақты арыстарымыздың асыл сөздерін қолдану арқылы әрбір дәптердің ұлттық нақышта жасалуын назарда ұстаймыз. Алдарыңызға осы ұлттық нақыштағы дәптерімізді ұсындық. Және де оған қоса мынау енді 2023 жылы біздің енді ұлттық рухымызды оятқан Оян қазақ деген фильм болды. Әрине басында сериал болып шыққан болатын. Соған арнайы біз барып қайттық. Яғни тарих пен әдебиет егіз дейді жалпы. Сондықтан да біз оқушыларымызды сол жерге барып ұлттық сана сезімін оятып, жалпы қазақ тілінде сөйлеуге, 100% сөйлеуге қазір оқушыларымыз тырысып жатыр. Келесі. Мынау енді мінекей, мынау енді арнайы сол Оян Міржақып Дулатұлының сол фильмнен кейін біз мектебімізге арнайы осындай бейнесін енгіздік, арнайы сөзімен. Мінекей әдебиет пен тарих егіздігіне өткен жылы екі пәнді кіріктіріп, көпшілік қауым, соның ішінде жастар арасында трендке айналған Оян қазақ фильміне оқушыларымызға апарып, олардың қазақ тілі мен тарихына деген қызығушылықтарымен қоса құрметін арттырып қайттық. Әрине соңында фильмді әсер алып жылаған оқушыларымыз да болды. Келесі. Мектебімізде әр бейсенбі ұлттық киім күніне орай біз алаш кеудешесін киіп, оқушыларымыздың тарихи және әдеби танымдарын арттыру мақсатында арыстарымыздың бейнеленген бас киімін, жейде, қалам, дәптер, тағы басқа заттарды сыйлық ретінде үлестіреміз. Келесі. Әр аптаның басында біз сабақ басталмастан бұрын мінекей ұлттық рухты ояту үшін сол негізі сол Оян қазақ фильміне басталды. Шын мәнісінде содан кейін алаш әнұранын орындап жүрміз. Соған байланысты қазір енді мына біріншісі тұрған ол кәдімгі бейне материал, соған үстінен бас жіберсеңіз қойып. Мына біріншісін бас жіберсеңіз, біріншісін. Дауысын шығарсаңыз. Жақсы, енді әнұранды жалпы жақсы кеттік ары қарай. Келесі. Қорытынды жалпы алаш идеясы бұл ұлттық санамыздың темір қазығы. Оның маңызын оқушыларға жеткізу біздің міндетіміз. Ол үшін қазақ тілі, әдебиеті және тарих пәндерін біріктіретін жобалар жасау, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуымыз қажет. Рахмет назарларыңызға.